Қайырлы күн көз қарақты оқырман. Бүгін Оқыжан Ежең күнделігінің эпизодының екінші подкасты. Бүгінгі қонағымыз Аңқау Пағлан ағамыз, ақын, жалпы көптеген әдеби жүлдегерлердің иегері. Жалпы ақын ағамызбен бүгін тағы да бір әдеби жастарға ақыл кеңес беретін әдемі әңгіме дүкен болады деп ойлаймыз. Жалпы аға, өзіңіз енді өлең жазып жүргеннен кейін әдебиетке, енді ақын болатын адам өзі әдебиетке жүйрік келеді. Осы алғашқы шығармаларыңызды жазуыңызға қандай кітаптар сізге әсер етті? Жалпы қандай кітаптар бала кезіңізден оқып бастадыңыз? Сол туралы айта кетсеңіз. Кітаптар десек, емеші мен өлең жазбай тұрып, емеші мен жырдан гөрі емеші мен кітап оқуым басталды. Емеші мен әкем маған неткен кеңес берген кітабын Робинзон Крузо дейтін неде бір аралда жалғыз қалып қояды ғой. Сол туралы кітап оқыдым. Бір келесі кітап, оны оқып болғаннан кейін жаңағы Одиссей кітабын оқыдым, жаңағыдай Гомердің грекалық аңызды оқыдым. Сосын барып әкем соңғы маған кеңес берген кітабы ол жаңағыдай Исай Калашников «Жестокий век» деген. Әкем басында сол маған кеңес берген кітаптар ғой. Сол енді «Жестокий векті» оқып бастадым. Оқып бастағаннан кейін мен сол арада енді әкемді қайтыс болды 2000 жылы. Сол жаңағы кітап оқып жүрген кезде кітап жаңағы как раз сол әкем айтқаннан кейін ана жерде Чыңгызхан туралы кітап болған. Темужин өзі әкесін татарлы улайды ғой, соны онда әкесі қайтыс болады. Енді сол соған қарап енді өзімде қазір қиналып әкесі қалып, жаңағыдай сондай кітап оқып кезде жаңағы кітап маған өмірлік мотивация берді. Жаңағыдай қандай қиындық болса да сол қиындықты жеңу деген сияқты. Анда ол кезде жаңағыдай бүкіл не жаңағыдай Темужинді басқа жаңағыдай өзінің жаңағы туысқан ері, мысалға жаңағы Чыңгызхан нетісі келді, жаңағыдай көзін құртысы келді, өлтірісі келді. Сосын ол қашып бүкіл жерде аштан аш болып жүріп, оны құлдыққа да алып, бір қиындықтар туралы жазылғанда кітап, сол қалай мықты не болады, қандай тұлға болып қалыптасатын, соның барлығын кітапта оқыдым. Өмірбаян сияқты кітап осындай. Сол енді 14 жасымда мен сондай үлкен тарихи кітаптардан бастапсыз, шетел әдебиетінен бастапсыз. Орысша айтқанда серьезный өте мықты сондай кітапты оқыдым да, өмірлік кітап оқыдым. Сіз мынау қалыңдығымдай үлкен кітап оқыдым. Бағлан ағана сөзіңіз аузыңызда, жалпы әкем кітап оқуға осындай ақыл кеңестер берді деп отырсыз. Жалпы үйдегі тәрбие осы кітап оқудан басталады. Мысалы өзіміздің де әкеміз жаңағы күнделіктердің сыртына мешіттердің суретін қоятын, қазақтың жаңағы тулары бар күнделік болады ғой мектепте, қазір жоқ. Сондай бір кітап сатып әкеп беретін бізге. Жалпы әкеңіз, өзіңіздің әкеңіз қандай мамандық иесі? Жалпы күнде кітап оқып отырды ма? Сіз сол кітапты әкеңізге қарап еліктедіңіз бе? Мен негізі әкем өзі өте сауатты болғанымен, өз баты сол кезде үкіметтің қойын баты қойшы болды, малшы болды. Баты бұл өмірдің қиындығын көріп, өзі ертесінен әкесінен, анасынан айырған, әжесінің, ата әжесінің баласы болып, өспенде қиындықты көрген кісі ғой. Соған қарамастан өзі кітап оқып, жаңағыдай домбырамен ән шырқап жырлайтын, жаңағы Мақатаевтың әндерін айтатын, тағы да басқа әндер көптеген, Алтынбек Қоразбаевтың әндерін домбырамен тартатын. Соның барлығын мүмкін әсер еткен шығар. Мен енді әкемге айтқанда 2 жылдан кейін өлең жазып кеттім. Енді өзі өлең жазудың бір жағынан бір ағам енді қазір енді ол кісі орысша нерді оқиды маған, жаңағыдай Пушкинді, Лермонтовты, жаңағыдай өйткені мен ағамның мұғалімі, ол да қазір мұғалімі, апай. Апай ол да қазір марқұм болып кетті. Ол апай мен ағам мұғалім болған, жаңағыдай орыс әдебиетінен. Сол орыс әдебиетінен Пушкинді, Ешімен оқымыстыңыз дейсіз ғой. Жылдарды оқитын, стихотворение, я помню чудо мгновение, Пушкинді. Сонымен енді солардан өзіме не жүрмін, өзіме шабыт алып жүріп, мен де орысша өлеңнен бастағанмын негізі. 2000 жыл, мен орысша мектепте оқыдым ғой 2002 жылдары. Орысша өлең жазып жүрдім, 3 жылдан кейін ойлаймын, мен неге орыс несіне барамын, филология, мен неге? Енді оқып бітіргенде 2 жыл үйде отырмын, мен ойлаймын, енді орысша филологиясында жағдай болған жоқ, сразу оқуға түсетін. 2 жыл орысша филологиясын оқимын деп дайындалып жүргенмін ғой. Сол кезде мен жаңағыдай орыс тілін бүкіл
неде грамматикасын үйреніп алып өзім вообще орыс тілін білмейтін адам кітап оқу арқылы жаңағыдай оны зерттеу арқылы мен енді орыс тілін меңгеріп алдым. Орыс тілін меңгеріп алып сосын барып кейін уже ойлаймын зачем мен орыс филологиясы мен қазақпын мен қазақ филологиясы түсіру керекпін деп жарты жыл қайта дайындалып қазақ филологиясын университетке қазақ филологиясын түстім. Енді оқуға түстім енді ал сол моментте мен жаңағыдай 2000 неде сол жаңағыдай ауылда жүрген кезде мен күнде жаңағыдай ауылдағы кітапханаға бардым. Кітаптарды оқып барып сосын барып жаңағыдай кітап оқып барып жүріп жаңағыдай неге жаңағы қазақтың несіне кітаптарын оқи бастадым жаңағыдай. Енді жарты жылда оқуға түсу керек қой. Сосын өлең жаза бастадым. Өлең жаза бастаған жаңағыдай Заки Ахметов енді поэзияны әлемде қандай тақырыптарда жаза бастадыңыз? Сол кезден бастап мен анда ғылыми кітаптар оқи бастадым. Сосын осы жерде мен сол кітапты оқып поэзияны саналы сөз мен өлең жаза бастағам. Сол өлең дұрыстай бастадым үйреніп. Сосын 2005 жылы мен осы кітапхананы таныстым. Өйткені оқуға түстім ғой 2005 жылы. Сол осы кітапхананы танысып енді осы жыл 19 жыл болды осы кітапханада жүргенмін. Кітапханада біраз білім алып не алып сосын осы жерде қандай не андай әдеби нелер болды мысалға іс-шаралар. Әдеби іс-шаралардың үстінде әдеби клубтарға қатыстым. Кітап оқитын курстарға қатыстым. Мысалы кітап құмар деген клуб бар, соған да қатыстым. Онда бәріміз кітап оқып, бәріміз талқылайтынбыз. Қазір ондай клуб жоқ, өкінішке орай. Бізде ашылды ол Аққауырсын әдеби клубы. Жоқ, Аққауырсын әдеби клубы. Келесі аптадан басталады. Жоқ, өзіне басқа ол. Аққауырсын қатысушымыз оның сыртында тағы бір не болған. Кітап құмар деген. Кітап оқитын. Кітап құмар, иә. Осындай болған кезінде. Қазір тағы ашылады. Қазір Аққауырсынның біз жүйесін өзгертіп арасында кітап талқылау үшін сіздер үлкен біріктіріп басталып жатырмыз. Біріктіріп жатырмыз. Мен ол кезде жаңа кітап құмарға да бардым. Кезде Аққауырсын біз бірігетінбіз. Жалпы аға бізде бар ғой, сөзіңізді бөлсем айып етпеңіз, жалпы Қостанай өңірінде бір мәдени майдан жүріп жатыр. Өйткені Қостанай облысының әкімдігімен қатарласа біз үлкен іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Иә, естіп отырмын. Иә, үлкен жоба болып жатыр. Енді естіп отырсыз, оқу және жең деген былтыр 10.000 адам қатысты, осы жолы 8.000 адам қатысты. Оның іріктелгені 3.500 адам жалпы. Енді кітапхананың Лев Толстой атындағы облыстық ғылыми кітапхананың алып жатқан жобасы, оны қолдап отқан Қостанай облысының әкімдігі, тағы да демеушілеріміз бар. Осы жобаға сіз де қатыстыңыз, аға, былтыр. Осы оқу және жең жобасын алған әсеріңіз айта кетсеңіз. Бұл жобаға биыл да қатысқым келген, жұмысым көп болып, қатыса алмағанмын да, өйткені енді оған уақыт керек қой, кітап оқуға. Мен де өзім жұмыстарым болып, көп біраз үлкен жұмыстарым тұрып, енді осы біз мысалы қыркүйек айында біз неге қатыстық жаңағыдай көшпенді ойындарына, әлемдік көшпенді ойындарына қатыстық. Сосын сондай себептермен қатыса алмай қалдым. Былтыр мен қатысқанда айта кетейін, мен былтыр финалға өттім айтпақшы. Енді 20 адамның ішіне кірдім. 20 адамның ішіне кіруінің өзі үлкен дәреже. Дәреже өйткені 10.000 адам деп соның ішінен өтіп. Бұл жерде мен енді былтыр енді мен 6 кітап оқыдым осы аясында. Мысалы бұл да үлкен кітап оқуға үлкен мотивация береді. Мысалы мен былтыр оқыған кітаптың несі ол Томирис деген 600 Томиристің Саки дейді негізі. Аты 600 нендей бет, соның ішінде Томиристің өмірі жолы айтылған бүкіл қиындықтан қандай не болған тұлғалық қасиеттерін бәрін оқып шықтым. Сонда енді сол тұста мен оның алдында Томиристің кітап қарадым, кино көрдім, Томиристің кітап оқыдым. Енді айырмашылығы жер мен көктей. 2018-де шықты. Иә, сол кино мен кітаптың айырмашылығы жер мен көктей. Өйткені анда сюжеттер мүлдем басқаша, мында мүлдем басқаша болып кетті. Енді мен ойлаймын, режиссерлар бәрібір халыққа өткізу үшін. Мысалы, онда неде кинода мысалы мені андай Томирис мүлдем ешқандай жаман қылықтары жоқ, оны аппақ қылып көрсеткенде, негізі идеалды болып көрсеткен. Бірақ біз білеміз ғой, адам идеалды болмайды. Мысалы, Шыңғыс ханда да өзінің кемшіліктері болды, мысалы, Томириста өз кемшілік тұстары болды, мысалы. Бірақ соған қарамастан ол мықты болды жаңағыдай. Сонда жаңағыдай қалыптасқан қалай қиындықтар болған. Мінезін дәріптеуде режиссерлар асыра сілтеп жіберді ме? Асыра сілтеп жіберді. Негізі оны мысалға өзіне ол кәдімгі өзіне оқығандай мындай қазаққа жақындатқан да. Ал өзі енді қазақ емес ол жақтар өткен. Өзі яғни енді тең болды мысалы әйелдермен еркектер. Онда кішкене басқаша болады. Біздің кинода кішкене қазақ менталитетіне жақындап істеген. Ал өзі сақтары кішкене бізде олардың менталитеті кішкене басқаша болған мысалы. Онда мысалы өзін жаңағыдай өзін кәдімгі енді патшалық мінезі болған оның. Патшалық не жасаған өзі фавориттері болған мысалы енді Екатерина II мысалы фавориті болды. Сонда сол сәтте онда өзі фавориті болған. А мұнда оның фаворит туралы көрсетілмеген кинода. Онда адам үндем жоқ деп. Негізі оның несі мысалы кинода оны ұлымен несі қайтыс болған ненің арасында патша неге барып жаңағы парсыларға оның атасы барған Томирис негізі.
сондай емес кейбір моменттер мысалы сізге риза болып отырмын. Иә. Жалпы кітапты оқып, сосын оны тарихи оқиғамен салыстырып, ол өте үлкен білімдіктің енді дәрежесі. Жалпы сіз екі тілде қатыстыңыз ғой аға. иә Екі тілде кітаптарды қалай сосын мен үлгердіңіз? маған өте әсер еткен кітабы ақ боз үй. Онда Пахридиннің несі оқиғасы өте адам сонда көрші кітап оқып өзінің көзіме қалай жас шыққанын білмей қалдым. Өйткені онда аштық қандай қиындықтан жаңағыдай үлкен мықты адам бәрі бүкіл нені байлығын бәрін алып жатқан адам сонда енді шөл далада әйелі екеуі енді қайтыс болды. Даже білмейді қызы қайда екен, не болған. Қыз әйтеуір аман қалды. Ол көп қазақтың басынан өткен. Өте қиындықпен аман қалды ол. Қаншама қиындықты өтеді басынан. Жалпы ол жерде жазушының тілі, айту тәсілі өрнектеледі. Жалпы білесіз, бізде 2020 жылы Мұрат Есжан ағамыздың режиссерлігімен Оян қазақ деген Міржақып киносы шықты. Ол киноны көрдіңіз бе? Ол киноны жалпы сол жерде де аға сіз айтып отырған мынау шығармадағы қазақтың қырылуы, тышқанға дейін аулап жеп, киіз үйде аштықтан өліп жатқан қазақты көрсетеді. Ұлы дала батуын қараушының кішіне негр өте мықты шыдамдылық екен, өте қиын түсірген ол киноны көрсең. Ауыр. Оян қазақта өте ауыр түсіріледі аға. Жалпы біздің қазақтың Тарзаман дейтін сериал көргенмін тоже. Тарзаман. Бәрімен сарындас дейсіз ғой. Жалпы біз мақтануымыз керек. Қостанай өңірінде біз өзіміздің облысымызда болып жатқан подкаст болғаннан кейін біз өзіміздің облысымыздағы дүниелермен мақтана аламыз. Біздің тұлғаларымыз мына жерде жастар отыр. Қазір Міржақыпты үлгі ететіндей. Біз Міржақыпты Оян қазақ деген киноны көрген кезде жаңағы Міржақып атамыздың тамақ ішпей қоятын, ас ішпей қоятын кезі болады. Өйткені қарап отырсақ, тамақ ұсынады. Меніңше қазір де адамдар ұйықтап отыр. Қазақтар неге еніп кеткен андай. Жаңағыдай білім көбісі оқымайды. Тойханалар салынады көбісі. Заводтар басқа мысалы, салыну, мысалы білім орталығы табысы салынады, көбісі біз тойхана салынады. Қазақтар тойлап бейқам болып жүр деп есептеймін. Өйткені бұрынғы кезде яғни абай айтқандай жаңағыдай қамсыз қазақ деген сөз айтылды ғой. Сол қазір әлі сонда бар деп ойлаймын. Өйткені қазір немен тоқмейілсіп жаңағыдай сол жақтан жүр да көбісі. Байқап жүрсе адамдар неде жүремін ғой қоғамда. Мысалы көп нәрсені байқамай жай бүгінгі күнмен жүре береді. Ешқандай нені. Жалпы сіздің ұмытылмайды балалар мысалға енді неге бермеймін мысалы кәдімгідей ізденістіріп көмектесіп қолдап мысалы. Енді басқа адамда енді жоқ демеймін, бар ғой енді нетіп жатқан қазір ұмытылып жатқан, тырысып жатқан. Бірақ өкінішке орай уже көп процент жаңағыдай той тойлап жүрді мысалға. Енді біз қазақ той тойлаудан, тойда әсірелеуден басқа ештеңе таппай қалдық. Баланы 40-нан шығаруға дейін шілдеханаға шығарушы едім. Ол 40-на шығаруына тек әйел адамдар ғана баратын. Қазір несие алып, оның бәрін жаңағы үлкен орталықтарда жалпы тойлайтын болдық. Бірақ біздің осы Қостанай өңірінде бәрінен жоққа шығаруға болмайды. Қостанай өңіріне жалпы осы алдыңғы қыста бізде Санжар Керімбай ағамыз келді. Жалпы бүкіл жаңағы залға оқырман сыймай қалды. Санжар ағамызды тыңдаймын деген көзқарақты оқырман бізде бар. Сол лекті әкімдіктің, Қостанай облысының әкімдігінің басқармасымен қосылып отырып, сол лекті жақсы жаққа бұру керек. Бізде үлкен жобалар ашылып жатыр. Жалпы әр жерден клуб ашылып жатыр. Үлкен жобалар жасалып жатыр. Қорғанысы жақсы ғой өйткені. Ақырында біздің бізде мысалы қазір осы біздің Қостанай облыстық кітапханада бізде Абылай Мауданов ағамыз қызмет атқарып жатыр. Жалпы үлкен іс-шараларды қолға алып жатыр. Жастардың жаңағыдай санасын оянса, ақырында міндеміз. Өйткені қазір біз соны күресіп, мен мысалы кейбір мындай неге тап боламын, мысалға ата-анасы, әжесі бәрі қарсы сөйлейді, балалар орысша сөйлейді, балаларға қарсы сөйлесін, не понимаю, я на русском, я на казахском не понимаю дейді. Сол өзіме жүрегім тарс айырылады. Өйткені кішкене темандай қынжыламын қатты. Өйткені неге ата-анасы балаларын қарсы сөйлетпейді, неге олар мысалға я по-казахски не понимаю деп айтып, қалай неге олар айтады деп ойлаймын, неге өйтеді екен. Енді меніңше ақырындап жаңағыдай ата-аналарға сондай бір не жүргізсек, андай енді үгіт мысалы түсіндірме жүргізсек, өйткені ол бала біздің болашағымыз қарсы сөйлемесе қиын болады мысалы. Сол сияқты. Ол өмірімізде болып жатқан жағдай ғой. Жалпы біздің үйде білесіз, Жандос Жүсіпбек менің жолдасым ақын. Жалпы бізде шығармашылық отбасы, бізде балабақшада жаңағындай талап қоямыз тәрбиешіге.
мына біздің топ қазақша топ. Бұл топта маған тек қазақша жауап беріңіз. Және менің балаларым орысша сөйлемесін. Осындай талап қоямыз. Осындай талапты жалпы әрбір ата-ана баласына қою керек. Және ол не оқып жүр, не түсініп жүр жалпы. Мысалы бастауыш сыныптар қандай кітаптар оқып жатыр, бала өзі талқылау керек қой жалпы. Отбасындағы тәрбие, ол баланың жаңағы жеті атасын білуі, тегін білуі, адаммен араласуы, жалпы түптеп келгенде, кіріп келгенде адаммен, ол балалардың мынау ассалаумағалейкум деп амандасуды білмейтін балалар бар. Сондықтан бәрі айналып келгенде тәрбие, оның ішінде жалпы қазақы тәрбиені дәріптейтін бізде енді жазушыларымыз көп. Сіз енді ұлттық тәрбиені дәріптейтін қандай кітаптар оқып жүрсіз қазір мысалы? Мен енді мен оны кітап оқып жүрмін, мен қазір сонымен айналысып жүрмін негізі. Өйткені бізде балалар, біз қазір студиямыз бар ғой, қолөнерге үйрететін. Сонда балалар келеді, өзі қазақша білмейтін. Біз оларды ақырындап қазақша сөздерді енгізіп жатырмыз. Мысалы, мұнда қазақша сөз айтып қоямыз, ол қандай мағынаны білдіреді, сөйтіп қазақша білмейтін қазақ балаларын үйретіп жатырмыз ақырындап қазір. Негізі біз енді ұлттық тіл болғанымен мен көбісіне зерттеумен айналысамын. Көп зерттеулермен, әртүрлі зерттеу кітаптарын оқимын, ғылыми кітаптар оқимын. Ғылыми кітаптар оқисыз, ғылыми кітап ол да керек. Адам несін нету үшін, жандандырып білу үшін, нету үшін, көру үшін, сезу үшін. Және де көбісі жаңағыдай ұлттық контент қарау керек. Мысалы, сіз айтып жатқан жаңағы оян тағы да көптеген кәсіп шығып жатыр, соны қарап, адамның ішінде рух оянса, қазақи рух мықтырақ боламыз. Мен осы подкаст семинарға қайталап айта беретін болдым. Жалпы біздің қазақтың ұлтын рухын оятып жүрген, мысалы мен Санжар Керімбайдың подкастын тыңдасам, ерекше рухтанамын. Ол кісінің Өзбек елі Жәнібек және Мәдени Майдан деген кітабын 2 сағатта оқып шығып, мен не істеп жүрмін деген бір ішінде күйініш болды да, мен жай жүр екенмін ғой деп. Ұлтқа тамшыдай болса да өзіміздің күресуімізді көрсетуіміз керек. Жалпы енді біздің өңірде шын айтқанда орыс тілді адамдар көп болуы мүмкін. Жалпы біз әрбір қазақ күреспен өту керек сияқты. Әсіресе мәдениетке келгенде, әдебиетке, тілге келгенде күресуіміз керек біз. Сіз айтпашы, мен неге жоғарылық оқыған кітаптарыма бір шетелдің несі болған, бір Ауғанстанда тұрған адам жазған кітапты оқыдым, жаңағыдай атын ұмытып қалып тұрмын енді. Мүмкін ба, сонда оқыған кезде жаңағыдай осындай біздің енді свет, осындай қоғам біздікі, жаңағыдай зайырлы қоғам. Жаңағы не келді оған жаңағыдай теріс ағымдағы дін өкілдері келді, талибандар. Әдемі үйіп тұрған мемлекет бытышын шығарды, мысалы. Ондай да қазір қауіп, мен соған қарап отырмын, бізде ондай қауіптер бар, мысалы, сондай ағымдардың атындарында бар бізде, мысалы, Қазақстан арасында. Қазақта өзі қазіргі таңда бірнеше неге бағыты бөлініп отыр. Біреу тәңіршіл дейді, біреу жаңағыдай ваххабист дейді, біреу жаңағыдай атеист, біреу жаңағыдай кәдімгі неде ханафи дейді. Заманның шындығы, заманның қалыбы. Сонда қорқамын қазір андай мына жаққа ең кетпесе екен деп жаңағы не деген сияқты Ауғанстандағы сияқты. Мен әрбір оқыған кітапты мен қазір немен салыстырамын. Талдайсыз, салыстырасыз. Бұрын қазіргі оқиға. Мысалы мен орысша кітабында мен мысалы не туралы оқыдым, Герард Бергердің несі оқыдым, андай немістер қалай совет үкіметі бір үйіп тұрған бір неміс несін халқын көшіріп бытышын шығарады. Анда қаншамасы жаңағыдай онда өз жерде неде мысалы Германияда өзінің концлагері болса, бізде өз концлагері болғанда қаншама немістер жаңағыдай концлагерде қайтыс болған мысалы. Қарап отырсам, жаңағы басқа ұлт өкілдері қандай қиындық көрген, мысалы неден жапа шеккен, енді кеңес одағынан жапа шеккен адамдар, ұлттар қазаққа әдемі бауыр беріп тұрады бүйрегі. Мысалға, енді Германияда, мысалы Германия көшіп кеткен біздің немістер, олар енді біздің тілді біледі, біздің әнұранды орындайды, сол сияқты мысалы жапа шеккен ұлттар бізге бір бүйреге беріп тұрады, мысалға қазіргі таңда. Бата енді орыстардың несі пиғылы әлі көрініп тұрады қазір. Анда қалған несі андай шовинизм сияқты кейбір басым нері болады өздерінің. Андай нетсіз келіп тұратын мысалы. Бізді өзінен төмен көріп тұратын. Негізі қазақ ол төмен болмаған, өйткені қазір мен жақында Қошқарбаев туралы не көрдім, андай ютубтан жаңағы несін жасаған, андай Майя Бекбаева шығарған несі көрдім, несін деректі фильмін. Өзде олар Қошқарбаевтың екеуін алып тастаған. Біз негізі Қошқарбаев неге рекстарды алған. Қошқарбаевтың бір жаңағыдай украин жігіт сол екеуін алып тастаған. Бұлар неткен жоқ деп, бір жаңағыдай украин жігіт түніліп, енді арақ ішіп, енді маскүнемдік қайтыс болған. Қошқарбаевты енді өз несін етпей кеткен. Сосын тәуелсіздік алған кезде біздің немізге жаңағы несін берген. Сол сияқты
ер енді әдіс туралы жалпы аға, оқыдым, сіздің түсіндім, сөзіңіз аузыңызда, жалпы мынау дін туралы жақсы нәрсе айтып отырсыз ғой. Жалпы біз дінді ұстануымыз керек. Біздің ата бабаларымыз кезінде ханафида жүріп, мазхабты ұстанып жүріп, тауда жүріп атылып кетті ата бабаларымыз. Бірақ Бауыржан Момышұлын оқыған батыр, Фаризаны оқыған ақын қыз, ол қисса жаттап өскен, батырлар жырын жаттап өскен қазақ баласы жалпы өзінің ұлтынан айнымайды. Сосын біздің мына жерде жастар отыр, жалпы айтысты өте жақсы қарау керек. Ол жерде ұлттық мәселелер жақсы айтылады. Ол кісілердің, ақындардың сөз саптауы қандай. Мынау Астанада Әл-Фараби атындағы, өзім де сол жерде қызмет істеген, жас ақындар үйірмесін жүргізген педагогпын негізі. Сонда қазір Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында жас ақындар үйірмесі бар. Қазір ол балалар үлкен сахнада өнер көрсетіп жүр. Яғни біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, қиссаларымызды, жырларымызды жаттаған кезде біз дінді өзінің бір шектеуінде ғана ұстаймыз. Біз жаңағы бір арабтың әлеміне еніп кетпейміз. Біз өзімнің құндылығымыз, жаңа сіздің барлық зерттеулеріңізді былай қарап отырсақ, зерттеп отырсыз, танып отырсыз, салыстырып отырсыз, бірақ соны ұрпаққа қалай жеткіземіз? Неге біз соны бір іс-әрекет қылып қолымызға алмаймыз? Осы жастарымызды. Мен бірден не тапқанмын, қазір мысалы қаншама ақындар кітап жазып жатыр, бірақ ол ақындар кітабын ешкім оқымайды. Жаңағыдай Саят Әбенов сияқты істеу. Саят Әбенов кезінде мысалы өлеңдерін жаңағыдай Инстаграмға бір жерге қойып отырдым мысалға. Әлеуметтік желіде. Мен қазір сол әлеуметтік желіде мысалға TikTok болсын, не болсын, соны қолға алайын деп жатырмын. Өзім жазған өлеңдерімді мысалға жастарға түсінікті болсын деп. Желі арқылы танылу, иә? Желі арқылы немесе кәдімгі өлең жыр ретінде оқымай, реп сенде оқып жаңағыдай. Қазір мысалға мен жаңағы анау неге жауап бергім келді. Мысалға қазір неше түрлі реп айтатын әнші көбейіп кетті, оны көбісі түсінбейді, не енді ата-аналар мысалы не айтып отырғанын. Оның ішінде оқысаң, тыңдасаңыз мысалы өлеңдерін, онда қаншама боқтау сөз, мысалы қаншама керемет ескі неше заттарды балаға насихаттайды не арқылы, өлең арқылы түсінбейміз ата-аналар. Егер ұстап үніп қалып текстін алып қарасаңыз, қаншама жаман істер бар ішінде сөздердің мысалға, түсініксіз сөздер мысалға. Мен соған жауап ретінде әдемі жаңағыдай қазақтың тәрбиелік сөздерін, мықты нелерін бәрін енгізіңіз келеді. Сол репстенде жастарға жеткізгім келеді. Жалпы аға, сіз енді ешкім танымайды деп айтып қалдыңыз. Жалпы Қостанай өңірінде де бетке ұстар ағаларымыз көп қой енді мысалы. Мұқанат Құлабаев ағамыз, Абылай Малданов ағамыз. Оқитын жастар мысалы қазір сұрап қойды, оқисыз ба, кітаптан білесіз ба деп. Олар өздерін білетін шығар, кітаптарын білмейді ғой мысалы. Ішіндегі жырларын білмейді, мысалы танымайды. Жырларын танимын ма деп сұрап жатырмын. Өзіңіз аға, Қостанай өңірінде жалпы қай үзеңгілесіңіз, қай замандасыңыздың шығармасын бағалайсыз және кімді оқы деп кеңес бересіз? Мысалы мен білмеймін, өзі енді ол замандастарым бар, мен өзіме ұнағаны ішінде біз бауырым бар, жаңағы ақын бауырым, жаңағы Дәулет Жадырасын, білмеймін не екен, соны жырлар маған ұнайды. Ол енді жүрекпен жазатын бала ғой. Соны жырларын оқимын, білмеймін, өзіме қатты ұнайды. Ол өзінің әдебиетте ойып орнын қалдырған бала. Қызылорда келе жатқан деп айтайықшы. Қалдырып келе жатқан бала. Біз Қостанайға өзі қалдырып кетті, өзі қазір Қызылорда өңірі, көрдіңіз ба, жерге байланысты. Жырдың өңірі, сырдың өңірі, өзінің жырдың өңірі екенін көрсетіп кетті ғой Дәулет Жадырасын. Жалпы Қызылорда облысының Қазалы ауданының баласы. Жалпы Дәулеттің шығармаларындағы сюжеттік өлеңдер маған өте қатты ұнайды. Тығылмақ деген жыры бұл жүректегі біздің мынау әжеге деген сағынышымызды, қазақтың тәрбиесіндегі алғашқы баланы әжеге беретін бір салт бар ғой. Бетіне қарамайтын, соны бір әдемі көрсеткен, түптеп келгенде ол менің ата-анам деген сияқты бір соңында шығады ғой, тығылмақты ойнап. Аға жеңгем болып жүрген адамдар деген сияқты. Жалпы әсерлі өлең арқылы да баланы тәрбиелеуге болады. Драматургияда, проза, поэзия, енді өзіміз әдебиеттің шет жағасында жүргеннен кейін, біз кітапханашы болғаннан кейін әрбір шығарманы талдап оқуға тырысамыз. Жалпы бізде енді Аққауырсын әдеби үйірмесі енді үлкен бағытқа жол алып жатыр десек болады. Өйткені бізде жаңағы кітапты талдау, үлкен жасқа қарамаймыз, жас талғамайды, үлкен ересек адамдар келіп, жастар ол әдебиет оқуға бөлек жеке дайындалады, ал енді жаңағы үлкен біздің өзіміздің ересек адамдар, жалпы оқырмандар,
біздің мейлі ол мұғалім бола ма, журналист бола ма, келіп осы біздің осы қонақжайымызда кітап талқылайтын боламыз. Сонда жалпы жастарға айта кеткім келеді, бізде жалпы үлкен бір іс-шаралар қолға алынып жатыр. Қазір оны бір іске асқаннан кейін айтқымыз келіп отыр жалпы. мен жаңағыдай не айтып кетейін, маған поэзиялық эксперимент жасап жатырмын қазір. Мысалы мен жаңағыдай мен оян қазақты веб стилінде оқыдым, сосын мағжан жұмабаевты да оқыдым мысалға, сосын енді мұқағали мақатаевты тағы осыларды оқыдым, енді абайды сөйтіп оқимын. Мысалы мен оны неткен видеомда мысалы балалар өздері жаңағыдай әрбір сөзін алып өздері жазып жатыр, неге тиктокта желісіне уже өздері оқып жатыр. Мысалы мағжан жұмабаевтың жолбарысты арыстан айбат дейтін жыры мысалы сөйтіп оқыған кезде балалар өте сенімді болады деп есептеймін. Өйткені сол жағын тоже қолыма алып жатыр мысалға. Енді туған күн дейтін мұқағали мақатаевтың несін сөйтіп оқыдым. сөйтіп енді жастарға жеткізу мақсатында сондай эксперименттер жасап жатырмын. Қазір аға мен бір ойыма бір идея келіп отыр. Жалпы кейде мынау шынымен балабақшаға барған кезде біз қарнымыз ашады. Өйткені мынау педагогтың үйрету тәсілі біздің ұлттық бір құндылықтардан алыстау. Сондықтан біз бір үлкен құндылықтар кітаптарды жазып арнайы соны дәріптеп соны таратуымыз керек сияқты. Сіз балаларға мынандай үйретіңіз. Сіз жеті атаны үйретіңіз балаға, руын үйретіңіз. Бізде ең басты құндылық содан басталады. Жақында мен жақында мен бір видеоға тап болдым. Жаңағыда мұғалім жаңағы бастауыш сыныпта жаңағы баланы развлекать ету үшін, кішкене көңіл көтеру үшін Ирина Калятованың жырын оқыдым. Мысалы сөз бар, я открываю двери без ключа дейді да, жаңағыдай басын бастайды, бала қайталайды. Сөйтіп өзінің айтып балалар қайталайды. Оның ішінде қандай тәрбие бар? Мысалы оның сөзінде ешқандай мәні жоқ, сәнді дым да жоқ ішінде. Сөйтіп жаңағы балаларды нетіп жатыр, көңіл көтеріп жатыр. Оған біздің балаларда оны орнына мысалы апайдың ішінде жоқ, мысалы көзімнен қарасам оны қайтала мысалы да, мысалы сөйтіп те істеуге болады мысалы. Ол аты жаңағыдай түсініксіз сөздер алады. Тәрбиешінің олқылығы болып тұр ғой шынымен де, оны біздің балалар да біледі, үйретіп тастаған таңертең. Бірақ бір жақсы таңертең келгенде әнұранды айттырады. Жалпы бізде бала кезімізде 3-4 сыныпта таңертең келеміз, жаңа Ескендір Қасанғалиев ағамыздың Атамекен әнін айтып сабағымызды бастайтынбыз. Сол бізді бір ұлттық жүрегімізде бір ұлтқа деген бір махаббатты оятты. Ұлтшыл болуға, қазаққа қызмет етсек деген бір сәл де болса көңілімізде сәуле болды бала кезімізде. Сол бізді әдебиетке әкелді жалпы. Сіздің бала кезіңізде қандай кітаптар оқылды? Ең алғашқы. Мен бала кезімде көбісінде мен құрамы шалғандар жаңағыдай әкем домбырамды Фариза әнін орындады әкем. Домбыраны біраз орындау, сол домбырамен орындаған әндердің көбісінде санамда бар. Фаризаға арнаған әні ғой. Сенің көзің түпсін терең тоғын не бар, сондай немен көбісінде маған есімде қалған. Сосын енді жырларды оқимыз ғой енді бала кезімізде. Ыбырайдың Алтысариннен бастап келіп оқылықтың бала кезімізде кішкентай не кезімізде соны бастадық па ақырындап. Әйтеуір мен мысалға өзім кеңес одағы заманы тудым ғой, 85 жылы. Мен как раз сол мектепке барған кезімізде біз әйтеуір тәуелсіздік алып, енді сол неге түсті, тәуелсіздік несіне түсті. Мен енді бірінші сынып оқуым мен тәуелсіздік заманы түсті. Аллаға мында бір шүкір айтамын, мен неге именно Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанда бірінші сыныпқа барғаныма. Өйткені жаңа тәуелсіз алған кезде мен бірінші сыныпқа бардым. Алғашқы қадамым бәріміз қазақшалап нетіп, жаңағыдай сосын менде Қазақстан дейтін бір ғана бізде арна болды, телеарна, Қазақстан деген телеарна. Басқа телеарна болды, бәрі орыс, бірақ қана телеарна ол Қазақстан каналы болды. Сосын мен 97 жылы 5 жылдан көшіп көрдім ғой, неге мен орыстың жеріне көшіп көрдім. Орыстың жеріне көшіп көріп бір қызығы бүкіл каналдар дейін де ол кезде антенна алатын, локатурадан ондай ақша болған жоқ. Бізді бірақ қана көрсетеді Қазақстан каналы, ауылдың каналы. Мен соған мында бір шүкір айтамын, өйткені мен орыстың жеріне келіп орысқа кетпеген не болған бір себебі жаңағы Қазақстан каналын қарадым да. Жақсы дүниелер айтып отырсыз. Сонымен де мен мында келіп жаңағыдай қазақша бір орысша білмеймін, мен мында келіп орысшадан келе жаздадым. Мен жаңағыдай мені құтқарған жаңағыдай өзім қазаққа филологиясына оқуға түскен, жаңағыдай сондай қазақша неге үйде отбасымда қазақша сөйлеген барлығы жаңағыдай орыс несін бермей санасына қазақ деген санамды алып қалуға көмектесті мысалы. Өйткені егер мысалы орысша оқысаң, онда осындай қауіп бар, адам баланың санасы орысша алып кететін.
сондай қауіп бар. Мен бір сыныпты қағаш оқыдым ғой, 6 сыныпты қағаш оқыдым, ағада орысша оқыдым. Бірақ енді 6 сыныпқа қағаш оқығаным сол жаңағыдай мен қазақи санамды алып қалды деп есептеймін. Бәрін қазақылықтан бастауымыз керек дейсіз ғой. Жалпы енді аға, өзіңізге соңғы сұрақ, жалпы кітап оқудың лайфхактарын айта кетсеңіз жастарға. Мысалы, энергиямыз жетпейді, күшіміз жетпейді, уақытымыз жетпейді. бір нәрсе айтып берейін қазір жаңағыдай. Мысалға біздің абай бабамыз айтқандай, орыстың заларына қашып несіне ұмтылды, жаңағы ғылымына, біліміне ұмтылды. Мысалы, орыстың жаманына қашып жақсысына ұмтылу керек. Мысалға, орыс тілін мен не үшін білемін? Орыс тілін жаңағыдай ғылымдарды меңгеру үшін білемін. Жаңағыдай қазақ несін қалай алып шығу, сол үшін оқимын. Орыста біз не айтып жатыр, сол үшін мен орыс тілін білемін. Орыс тілін өзіме керегін алу үшін, өз отыма керек нәрсені алу үшін. Мысалға, қанша тіл білсең, қанша адамсың дейді ғой жалпы. Енді лайфхак деген кезде енді қазақ тілінде аудио өте өкінішке өте аз. Соны аудио кітаптар көбейсе деп тоже нетемін. Мысалы, мен де орысша оқыған кезде мысалы аудио кітапты құрамын, аудио кітапты салып мен қанша уақыт тыңдай аласыз? Құрамында аудио, көзім қол алдымда жаңағыдай кітаптың өзі. Мейлі ол электрондық болсын, мейлі ол кітап түрінде сол болсын. кітаптың нұсқасы қолыңызда. Қолымызда, жаңағыдай аудиомен оқып оқыған адаммен бірге ілесіп оқимын. Сөз тез болады. Өзіне оқысаң, сен жаңағы нетіп отырып оқысың ондай. Қорыту оқимын ба? Сен мына жақта шулар нетеді, кедергі жасайды мысалы. Сосын немесе жаңағыдай көбісіне кітаппен немесе ноутбукпен оқыңыздар. Не болмау жаңағыдай. Интернет тұрмау телефонда. Интернет тұрса, жаңағыдай сіз интернет дегенге кетіп қаласыз. Өйткені интернеттен ол бір жағынан әдемі, бір жағынан жаман. Жаман жағы мысалға көбісі лента қопарып кетеді енді Инстаграмда. Интернет қарап кетеді. Ал қай уақытта оқисыз кітапты? Лентада таңертең оқисыз ба, түсте оқисыз ба, кешке оқисыз ба? Қай кезде ыңғайлы? Негізі вообще былай алған кезде сағат таңғы 2-де жатып, таңғы 5-те тұрып оқыған дұрыс есептеймін негізі. Сол кезде енді әдемі оқиды. Бірақ енді көбісінде олай не бойынша әркім әртүрлі ғой, әр адам әртүрлі, уақыт әртүрлі. Күн тәртібі келмейді ол уақытқа. Енді күндіз жұмыстар көп, күндіз сабақ көп, күндіз оқымаған дұрыс. Айына қанша бет оқисыз, немесе қанша кітап оқисыз? Күндіз кедергі көп болады екен. Жұмыс бар, тағы бір не бар. Түнде мысалы бәрі ұйықтап оқығанда, немесе таңғы бәрі ұйықтап оқығанда ешкім сізге кедергі қылмайды. А күндіз сен достарың келеді, көңіл бөлінеді, ата-ананы шақырады. Қанша бет оқисыз аға? Кітап. Мысалы, айына қанша бет оқисыз, немесе қанша кітап оқисыз? Жоқ, менде айына емес, просто мен неге байланысты ғой, адам өзінің ішкі кітап оқуға ынтасына байланысты. Өйткені мысалы, кей кезде кітап мүлдем оқығым келмейді, оның парақшасын ашқым келмейді. Ол да яғни өлең жазған шабыт келсе жазады, шабыт келсе сол сәтте оқу мысалы. Например, кей кезде мындай болады, керек ана кітапты оқу. Өйткені саған мысалы бір осы кітап бойынша бір тапсырма жасау керек. Онда керектік не болады, сөз оқисың тоже. Саған ол данымайды, ол саған керек кезінде оқисың мысалы. Керек емес кезде сен оны оқымайсың мысалы. Мына сен қазір мында мектепте, университетте мындай нелер бар, тапсырмалар. Яғни филолог кім оқиды, сонда филологияда мындай тапсырма бар. Осы кітап бойынша сен мынаны талдап шығу керексің. Амалсыз бәрі сол кітапты оқиды мысалы. Оқы және ол да әдемі мотивация кітап оқуға. Мысалы сен кітап оқысаң, бірнәрсе ұтасың мысалы, жетесің бірнәрсеге. Финалға өтесің, возможно сен жетістікке жеңесің, мысалы ақша аласың, допустим, мысалы айтамын. Ол да кітап оқуға мотивация. Мысалы осы оқу және жен мотивацияның арқасында мен 6 кітап оқып тұрдым. Үшеуі орысша, үшеуі қазақша. Ол да бір мотивация. Кітапхананың алып жатқан, жалпы әкімдіктің қолға алып жатқан жобасы жайдан жай емес. Өйткені кітапхананың басты міндеті кітапханада келіп адам кітап оқу керек. Мысалы шаралайды ол түсінікті, бірақ кітапхана не үшін кітапхана бірінші мақсаты адамдар кітап оқу керек мысалы. Ал аға, енді бүгінгі подкастымызға келіп, ақыл кеңесіңізді беріп, жастарға өзіңіздің бір түсінген түйсігіңізді, ақыл ойыңызды айтқаныңызға рахмет. Енді бүгін оқы және жең күнделігінің подкастына жалпы демеушімізді айтқымыз келеді. Қостанай облысының әкімінің орынбасары Мұхамедқали Ринат Зәкейұлы ағамызға ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Және Тобыл Торғай тарландары және зерделі ақыл ой мектебі, біздің жалпы осындай үлкен демеушілеріміз бар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.